Мынау менің үйім. Сәлем достар, қалайсыздар, жақсыздар ма? Мынау мен Аянат, мынау менің үйім. Үйім қандай әдемі, көрдіңіздер ма? Біз мында ініміз екеуміз тұрамыз. Далада жаңбыр жауып жатыр. Далада өте көңілсіз. Мен үйге келдім. Енді мына жерде төсектердің бәрі шашылып жатыр. Ініме айтамын, жинасайшы десем, қойшы дейді. Жина десем, вообще дейді ғой. Жинамайм дейді. Екеуміз біраз сөйлестік. Киімдерімді реттеп, ауыстырып, даладан келген соң киімдерім бәрі су болып қалды. Жаңа съемкадан келгем ғой. Киімдерім бәрі су болып қалды. Содан киімдерімді ауыстырып, халат киіп алдым. Халат ыңғайлы болды, шорт қойшы. Содан далаға шықтым. Күн жарқырап, ертеңіне әдемі болып тұр. Ой, ауса берді ғой. Қайда кет қала берді. Мен өзі музыка қойып қоям мұнда. Сосын әлі халатпен жүрмін. Білмем қандай күшті. Мұнда сіңірім ұйықтап жатыр. Түнімен өлең жазады ғой. Түні тағы шығып кеттім ғой. Қайда кетіп қала берем өзі. Достар, қалай ойлайсыздар? Мен пианинамды көрдіңіздер ме? Пианинода ойнай аламын айтпақшы мен. Енді осылай кетіп қала берем мен енді. Мына інім әлі тұр ғой сол жерде. Ей, братишке, жинасайшы мына киімдеріңді. Жинасайшы, нені жатыса. Той, сен де бірше үлкен жігіт болдың ғой, өзі көмектессең қайтеді маған. Мама кимей тұрып, үйдің бәрін жинап қояйық. Бізде қазір маманың, папаның бетін таңдап жатырық. Или сіңлім түсті төбеден. Музыкант қой, бұл музыканттар бір түрлі болады ғой. Жаңбыр әлі жауып тұр ма? Не әлде бұл жаңбыр емес па? Жаңбыр дейді алайықшы. Сіңлім киім көріп жатыр өзіне. Двойканы киіп көрсем қалай бұлай Аянат дейді. Жақсы сіңлім. Болады бұлай. Ничего. Ой, мен тек қазақша сөйлеймін дегенім ғой. Ұмытып кете берем ғой. Төсегім қандай әдемі. Төсегімнің аяқ жағында косметичкаларым салынған. Сөмкем бар. Тумбам қандай әдемі, модный. Үйім негізі әдемі, өзіме ұнайды, қатты ұнайды өзіме. Мында. Әдемі шықты. Мама келді. О, мама қалайсыз? Жақсы ба? Ұрсып жатыр мама. Неге менің киімдерімді киіп алғансыңдар? Неге дұрыстап киінбейсіңдер? Неге мына үйде жинамайсыңдар деп ұрсып жатыр. Мама, ренжімеші, біз барлығын жинастырамыз. Мынау братишке ғой, інім ше, сіздің балаңыз ше, мені тыңдамайды бар ғой. Мына аяқ киімдердің барлығын қойып жатыр мама. Көрдіңіз ба? Енді қазір төсек сал. Ой, ұйқым келіп кетті, қойшы мам, сосын жинаймын. Ұйықтағаншы кішкене. Інім қасыма келіп жатып ұйықтайды. Көзімізге осындай жарықтан қорғайтын очки тағып аламыз ұйықтайтын кезде. Пердені жабамыз, ұйықтаймыз. Мама ол кезде өзі-ақ үйді жинап алар. Ой, інім жатсай, жат деймін саған. Тұрам, кеттім. Керек емес маған, ауыртып тастады басымды. Ауыртып тастады ғой. Ой, мен де тұрайын. Таң атты ма не? Ой, таң атып қалды ма?